армысыздар. Отты жылдардың жаңғырығы әлі де ел есінде. Сұрапыл соғыста дұшпандарына қаймықпай оқ атқан Ұлы Отан соғысының ардагері Сәрсенғали Ешбаев туралы бүгінгі хабарымызда арнамақпыз. 1941 жылы қаралы күндердің қатарына енген дата болып тарих қойнауына енді. Бұл Ұлы Отан соғысының басталған кезі осы жыл болатын. Бұл соғыс кезінде әрбір 5-ші қазақстандық майданға аттанып, отан анасын қорғауға атсалысты. Қаншама қазақстандықтар ұрыс даласына мерт болды. Соғыс салған қасірет әрбір жанұяның тарихында із қалдырып кетті. Ал 1945 жылы 9 мамырда жеңіс туының желбіреген уақыты. Елдік пен ерліктің, азаттық пен тәуелсіздіктің жолында қаймықпай қарсы тұрған батырларымыздың бірі Ақтөбенің тумасы Сәрсенғали Ешбаев. Оның есімі кешегі қанды қырғын соғыстағы жеңіс тарихымен біте қайнасып жатыр. Жеңіс күнін жақындатуға жол салған десе де болады. Өйткені 1942 жылы армия қатарына шақырылып, Ұлы Отан соғысына қатысады. Калинин, Ленинград, Беларусь майдандарында дербес батальонының сапында басқыншы жаумен шайқаста қаһармандықтың үлгісін көрсетті. Жұмысымның көкейкесті өзінің ел үшін, ағаларының кегі үшін жаудан қаймықпай жеңіс күнін ерлікпен қарсы алды. Қайсар қазақ халқының өр рухты ұлдары мен қыздары аттанған бұл майданда қаншама жанұяның шаңырағы шайқалған болатын. Етектері жасқа толып аналар қалды. Өйткені буыны бекімеген жас толқын қолдарына қару алып, ұрыс даласынан табылды. Солардың қатарында Сәрсенғали Ешбаев та бар. 1924 жылы Байғанин аудандық Қызылбұлақ ауылдық кеңесіне қарасты мекенде дүниеге келген, 18 жасқа келгенде соғысқа аттанды. Қарапайым қазақ баласының осы сұрапыл соғыста 3 бірдей даңқ орденін омырауына тағуы оның өшпес ерлігінің айғағы. Батыр жерлесіміз елге 1947 жылы оралып, халық шаруашылығының әртүрлі саласында еңбек етеді. Сол жылы шаңырақ құрып, балалы базарлы болады. 50-ші жылдардың орта шегінде Байғанин ауданында Жарғамыс ауылына қарасты Ащы ауылдық кеңесінің төрағасы болады. Кейіннен сауда саласындағы қызметке ауысып, Ноғайты жұмысшылар кооперациясы басқармасы төрағасының орынбасары, Қопа Жарғамыс жұмысшылар кооперациясы басқармасының төрағасы қызметін атқарады. Ерлік білектен емес, жүректен демей ме халық тәмсілі. Ерлік пен елдіктің, батырлық пен өжеттіліктің сынағында қайсарлық көрсеткен батырды 1975 жылы Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен наградтады. Сонымен қатар туған топырағында орталық көшеге де батырдың аты берілді. Жүрегі ел тәуелсіздігі мен азаттықты аңсаған батырға қандай сый құрмет көрсетілсе де артық емес. Жеңіс мерекесі өскелең ұрпақтың бақыты үшін күрескен қастерлі күн. Қазақстаннан қан майданға аттанған ержүрек ұл-қыздар фашизмді жеңу жолында асқан ерлік көрсетіп, жеңісті жақындатуға үлкен үлес қосты. Жауынгерліктің биік үлгісін көрсете білген ардақты ардагеріміз барлық майданда да жан аямай күресті. Олардың артында қалған отбасы атпал азаматтарының жеңіске жеткеніне сенді және сол қасиетті күнді асқан шыдамдылықпен күтті. Күллі адамзатқа қауіп төндірген сұм соғыстың зардабын тартып, отаны үшін жан алысып жан беріскен ардақты Сәрсенбай Ешбаевтың ерлігі үшін алған төс белгілерін аға буын өскелең ұрпақтарына үлгі етіп насихаттап келеді. Мен соғысты жек көрем, мен соғысты жек көрем. Көкем айтып отырса, кім қасірет шекпеген, кім көз жасын төкпеген, талай өткен ғасырлар еш соғыссыз өтпеген.